Менде мындай бір пациент болды, маған инстаграмда жазды. Балам жиі құсады, мүлдем салмақ қосып жатқан жоқ деді. Мен онлайн консультация жасадым. Босану қалай өтті, жалпы жүктілік барысы қалай өтті деген сұрақтар қойдым. Ол кісінің жауабы барлығы физиологиялық жағдайда қалыпты өткен. Бала дүниеге қалыпты дүниеге келген, ешқандай күндік баудың оралуы, ешқандай патология болмаған балада. Бірақ бала салмақ қоспайды. Мен сұрап жатырмын, сіз емізесіз ба деймін, иә, өзім еміземін. Смесь бересіз ба? Иә, смесь беремін деп айтып жатыр. Одан кейін барып мен сұрадым, бала қалай жылайды ма, жылағанда қалай болады, иегі дірілдейді ма, қанша мөлшерде құсып жатыр, салмақ қосу, қоспауы. Дәл осы уақытта мен ол кісіге айттым, направление бердім, енді сіз балаңыздың басы және ішегін УЗИ-ға түсіріңіз дедім. Бала ол кезде шамамен 2 ай шамасында еді. Негізі желательно баланы 1 ай шамасында, 1 айға толған кезде жүрегін және басын УЗИ-ға міндетті түрде түсіру қажет. Ол кісі УЗИ-ға барған, басын, ішегін түсірген. Міне, оказывается, балада патологиялық қысу және ішектердің қысылу, яғни пилоростеноз болған. Міне, патологиялық жағдайды тура осылай анықтадық. Ол кісі одан кейін барып маған хабарласып, рахметін айтты. Дәл қазір ол бала 1 жастан асып кетті, жүгіріп жүр, маған әлі күнге шейін хабарласады, менен әлі күнге дейін консультация алып отырады. Сол себепті осындай патологиялық жағдайды өткізіп алмаңыздар. Балаңыздың денсаулығы үшін жауап беретін ол әрине бірінші кезекте ата-анасы. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.